Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарих пәні бойынша білім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім 18 ғасырдағы Қазақстан мәдениеті білімі бойынша жиынтық бағалау. 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау. Салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарды сипаттап құндылығы мен маңыздылығын анықтаңыз деген. Бізде ерулік деген. Ерулік бұл бізде жаңадан көшіп келгендерге ауыл тұрғындары ерулік ретінде қонаққа шақырып дәм ұсынады. Ал бұның құндылығы мен маңызына келетін болсақ, ерулік ауыл тұрғындарының жаңа көршілерін жылы қабылдауға, жақындасуы мен достық қарым-қатынас орнатуына көмектеседі. Бұл дәстүр қонақжайлылықты өзара көмек көрсетеді. Келесі жылу жинау қиын жағдайда тап болған, малы қырылған немесе малына қасқыр шапқандар қазақтар қоғам болып шығынның орнын толықтыруға көмек көрсету дәстүрі. Яғни бір затынан айырылатын болса, көршілері оған жалпы жылу ретінде қолдан келгенше барынша оған шығын жабуға барынша өз үлестерін қосқан. Ал бұның құндылығы мен маңыздылығына келетін болсақ, бұл дәстүрлер халықтың не деген қамқорлығын, мейірімін және ынтымақтастығын білдіреді. Қоғамда көмекке мұқтаждарға жәрдемдесуге бағытталған. Ал асарға келетін болсақ, асар бұл үлкен шаруаларды атқару үшін ауыл тұрғындарының бірлесе жұмыс істеуі. Асар арқылы адамдар қиын істерді жеңілдетіп, еңбек бірлігін сақтайды. Бұл дәстүр ынтымақтастық пен ауызбіршіліктің маңыздылығын көрсетеді. Келесі екінші тапсырма. 18 ғасыр қазақ халқын қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі тақырыбында ПТМС формуласын қолданып баға беріңіз. Позиция: 18 ғасыр қазақ халқын қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға болады ма, әлде болмайды ма? Түсіндіру себебі: мұны мынандай екі мысал арқылы дәлелдей аламын. Мысалдар қорытынды жасаймын деген. Енді позицияға келетін болсақ, позиция 18 ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға болады. Түсіндіру: 18 ғасырда қазақ халқының қолданбалы өнері ерекше дамыды. Бұл кезеңде ұлттық нақыштағы киіз үй жабдықтары, зергерлік бұйымдар және қару-жарақтар жоғары шеберлікпен жасалды. Әрбір ұйым халықтың тұрмысы мен дүниетанымымен тығыз байланыста болып, ұлттық мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналды. Ал енді бұның мысалына келетін болсақ, мысалы, зергерлік бұйымдар жасау өнері. Қазақ халқының зергерлері алтын, күміс сияқты асыл металдардан әртүрлі әшекейлер жасап, оларды ерекше ою-өрнектермен безендірген. Кілем тоқу және киіз үй жабдықтарын жасау. Қазақ қолөнершілері кілем, текемет, сырмақ сынды тұрмыстық заттарды табиғи бояғыштармен бояп, әдемі оюлармен өрнектеп жасаған. Салдар: қолданбалы өнердің дамуы қазақ мәдениеттің байлығын көрсетіп, оны басқа халықтардан ерекшеленеді. Ұрпақтар сабақтастығын сақтауға, халықтың ұлттық бірегейлігін нығайтуға ықпал етеді. Сондықтан 18 ғасырда қолданбалы өнердің гүлденген дәуірі деп сенімді түрде айта аламыз. Енді құрметті оқушылар, біз тапсырманың барлығын толықтай орындаған болатынбыз. Бізде дескрипторда толықтай берілген балл 11 балл. Осы 11 балдың толықтай 11 балын жинап отырмыз. Құрметті оқушылар, енді осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге арнап, екінші БЖБ нұсқасын сіздерге шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.